Бәріне сәлем, мен бүгін сіздерге оңай, тегін әрі де жеңіл онлайн портфолио жасау жолын көрсетемін. Ол үшін сізге тек қана интернет қажет болады. Алдарыңызда сіздерге менің өзімнің кәсіби сайтымның мысалында көруге болады. Бұл жерде сайттың құрылымын, яғни портфолионың құрылымын сіздер өз қалауларыңызша жасай аласыздар. Кез келген мәліметтермен толтыруға болады. Фото болсын, видео болсын, документ болсын, диаграмма болсын. Және де міне осындай фото карусельдер жасау мүмкіндіктері бар. Бұл бізде ноутбуктан компьютерден ашылған нұсқасы, сонымен қатар бірнеше парақшалардан жасауға болады. Мысалға менде екінші парақша видео сабақтар, осы жерде Google дискқа салынған видеоның ссылкасымен толтырылған. Видео осы жерден жүктеп көруге болады. Сонымен қатар онлайн ссылкалар, YouTube ссылкалар, немесе сайттарға ссылкалармен толтыруға болады. Енді осы онлайн портфолионы жасау жолын көрсетемін. Ол үшін сіз ең оңай жолы Google сайты деп жазсаңыз, Google сайты деп терсеңіз, Google сайты, Google-дың қосымшасы шығады. Сіз жаңадан документ ашу үшін плюс батырмасын басасыз. Сол кезде сізге осындай жұмыс алаңы ашылады. Бұл жұмыс алаңының мүмкіндіктері өте көп. Ең алдымен мына жерге сайттың атауын жазамыз. Мысалға Ахметова an.a деп көрсетейік. Мысал ретінде бұл. Енді заголовок страницы деген кезде осы жерде сіздің сайтыңыздың немесе портфолиоңыздың атауын өз аты-жөніңізді жазсаңыз болады, немесе белгілі бір тақырыпқа арналған бұл сайт болса мүмкін ғылыми жоба ма, соның атауын сіз енгізесіз осы жерге. Енгізілген мәтіннің сіз шрифтін өзгерте аласыз, жирмен, курсивпен өзіңіз көрсете аласыз. Размерін барлығын таңдап, өзіңізге қажетін таңдап алып қоясыз. Түсінде өзгертуге болады. Және де бұл сайттың бізде басты бетіндегі обложкасы болады. Сондықтан оның фонын өзгерту үшін мына жердегі выбрать изображение деген нүктеге басасыз. Сол жерде міне галереяда сізге Google ұсынған фондық суреттер берілген. Егер олардың ішінен ұнамаса, сіз өзіңіздікін жүктеп алып қоя аласыз. Мына мысалға Google-дың ұсынған фоны орнатылды. Әрі қарай біз сайтымызды бізге қажет мәліметтермен толықтырамыз. Мына жерде көріп отырсыздар, текст қоюға болады, сурет қоюға болады, ссылка қоюға болады, немесе Google дисктен кез келген мәліметтерін кіріктіруге болады. Сонымен қатар мына жерде макет деген жерде макеттер көрсетілген, сурет жанында мәтін, немесе екі қатар сурет астында мәтінмен. Әрі қарай көптеген мүмкіндіктерін көріп отырсыздар қазір. Соларды пайдаланып көрейік. Документ, таблица, Google форма, диаграмма, тағы да басқа. Мысалға бірінші макетті таңдап көрейік. Мына жерде сурет, мысал ретінде жаңағы суреті делге. Өзімізге суретімізді қай жерде тұрған тауып аламыз. Мына жерге оның салған сипаттамасын жазамыз. Туған жылы дейік, педагог туралы жалпы мәліметтер енгізілген басында. Мамандығы, оқыған оқу орны, тағы да басқа сіздер өздеріңізге қандай мәліметтер керек, соны барлығын қоса аласыздар. Мысалға разделитель батырмасын басып, осы бөлімдер арасында мысалға сызықтар қоюға болады. Мысалға келесі макетті таңдадық, бұл жерде 3 сурет қатарынан қоюға болады. Мысалғы жаңағы педагогтың
сертификаттары, бақылау қағаздары деген сияқты. Қосу батырмасын алып, загрузить дегенге басамыз, және де өзіміздің қажет документтерімізді, фотоларымызды қоямыз. Астына оның қысқаша сипаттамасын жазып қоямыз. Әрі қарай мысал ретінде YouTube видеоңызды осында орналастыруға болады. Мына жерге кез келген YouTube'тың видеосын атауын жазасыз, немесе өзіңіздің YouTube аккаунтыңыздағы видеоларды қоюға болады. Себебі бізде Google аккаунт, YouTube аккаунт барлығы бірге байланысқан. Мысал ретінде міне бір видео қойып көрдік. Жанына вставка текст батырмасы арқылы біз оның мысалға сипаттамасын енгізе аламыз. Және де тексттік алаң, мәтін жазатын алаңның біз размерлерін өзгерте аламыз. Соңғы бұл видеоның сипаттамасы, мәтіннің өлшемдерін өзіміздің қалауымызша өзгертіп аламыз. Және де видео көрсетілетін жаңағы экран деп айтайық, соның размерінде біз осы жерден өзгерте аламыз. Осы жасағандарымыз барлығы бізде бір бетте орналасады. Егер бізге тағы да қосымша келесі бет қосқымыз келсе, онда страница бөліміне басамыз, және плюс белгісін қою арқылы біз келесі бетті атауын енгізу арқылы қосамыз. Бірнеше беттен тұратын сайт жасауға болады парақшадан да. Міне мысалға екінші бет біз пән бойынша тесттер деген атау бердік. Үшінші жаңағы парақшаға қымыжы деген атау бердік. Мына жерде оның темасын таңдаймыз, яғни оның басындағы атауының шаблондарын, түстерін таңдап алуға болады. Әрі қарай осы бетке мысалға документті қосудың жолы дәл сондай. Встроить документ деген батырмасын басасын. Бұл жерде ескере кететін жайт, сіздің документіңіз алдын ала Google дискте жүктелген болуы тиіс. Және осы жерде вставка документ деген басқан кезде ол Google дисктағы сіздегі барлық документтердің тізімі шығады. Өзіңізге керегін таңдап аласыз. Ол сізде осы сайтыңызда мына жерде көрініс табады. Жанына мысалға немесе астына сіз оның қысқаша сипаттамасын енгізіп қойсаңыздар болады. Сіздің сайтыңызға кірген адам осы сайт документті көріп, оны үлкен бір бет парақша түрінде үлкейтілген форматта аша алады. Опубликовать батырмасын басқаннан кейін ол бізге интернетте жарияланды. Енді одан кейін бізге ссылкамызды, осы сайтымызды ссылка арқылы бөлісуіміз керек. Ол үшін ссылка батырмасын көріп тұрса, сол жерге басасыз. Немесе бұл жерде сіз адамдарға доступ ашуыңыз керек. Тек қана ссылкамен кіретіндей, немесе ашық доступты. Және де осы сайтқа кез келген өзгеріс енгізгеннен кейін сіз опубликовать деген батырманы міндетті түрде басуыңыз керек. Себебі осы сайт бізде онлайн жасалып жатқандықтан, сіздің жасаған өзгерістеріңіз интернетте көрініс табу үшін опубликовать батырмасын басамыз.